Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен морковча дайындаймыз. Ол үшін сәбізді жуып, теркадан өткізіп аламыз. Үстіне құрғақ заттарымызды, яғни кориандр, паприка, ашты бұрыш, қара бұрыш, тұз татымына қарай, қант, 6%-лық сірке суын қосып, үстіне үкіштен сарымсағымызды өткізіп аламыз. Енді бұның үстіне қызып тұрған майдың үстіне жарты пиязымызды салып, майымызды сарымсақтың үстіне құямыз. Пиязды алып тастап, жақсылап араластырамыз. Осымен морковча салатымыз дайын болды. Сала берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.